Қолжетімді ақпарат көп болатын қазіргі заманда атеросклероз ұғымына тап болмайтын адамды кездестіру мүмкін емес. Интернеттегі мақалалар, журналдар, теледидардағы медициналық хабарлар бізге денсаулығымызды бақылау керек екенін, әлемде жүрек қан тамырлары патологиясының саны артып келе жатқанын айтып отыр. Сонымен бұл қандай ауру? Неліктен бәрі одан қатты қорқады? Өзіңізге және денсаулығыңызға немқұрайлы қарау неге келуі мүмкін? Осы сияқты сұрақтарға жауап беретін боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, бағалап, лайк басып, арнаға тіркеліп алыңыз. Атеросклероз бұл тамырлардың созылмалы ауруы. Атап айтқанда, артерияларда болатын май алмасуының бұзылуынан, сондай-ақ артерияның ішкі қабатында холестериннің тұндырылуына келетін жергілікті қабынудан туындайды. Бұл жағдай атеросклеротикалық бляшканың пайда болуына келеді. Даму себептері мен қауіп факторларына келсек, атеросклерозға алып келетін көптеген факторлар жатады. Бұл оның пайда болуына бір ғана себеп емес, бірнеше қауіп факторлар туғызады. Алайда бұл факторларды екі негізгі топқа бөлуге болады. Бірінші генетикалық, екінші жүре пайда болған. Генетикалық себеп отбасылық гиперхолестеринемияны білдіреді. Бұл тұқым қуалайтын ауру адамның қандағы холестерин деңгейінің созылмалы жоғарылауына әкелетін генетикалық бұзылудан туындайды. Ауру тұқым қуалайды. Оның болуы жүрек қан тамырлары патологиясына әкелуі мүмкін. Жүре пайда болған себептерге қан липидтерінің өзгеруі көп жағдайда дұрыс емес өмір салтына, сондай-ақ қатар жүретін аурулардың болуына байланысты. Аурудың пайда болуына және өршуіне әкелетін негізгі қауіп факторларына мыналар жатады: темекі шегу, дұрыс тамақтанбау, семіздік, қант диабеті, отырықшы өмір салты, қан қысымының жоғарылауы, холестерин деңгейінің жоғарылауы, тығыздығы төмен липопротеидтердің жоғарылауы, триглицеридтердің жоғарылауы, алкогольді тұтыну, әйелдердегі менопауза, созылмалы стресс жатады. Патологиялық процестің даму механизміне келсек, артериялар ағзадағы ең маңызды функцияны орындайды. Қоректік заттарды, оттегін, гормондарды, дәрі-дәрмектерді органдар мен тіндерге тасымалдайды. Артериялардың ішкі қабырғасы нысанаға айналады. Қоршаған орта факторлардың әсері қабырғаның микрозақымдалуына келеді. Холестерин, липопротеидтер мұндай жерлерге енеді. Бұл біртіндеп атеросклеротикалық бляшканың пайда болуына келеді. Тамыр қабырғасы кикемделгін жоғалтады. Процестің дамуымен бляшка ұлғайған кезде тамыр кеңістігінің тарылуы пайда болады. Бұл органдар мен тіндердің қанмен қамтамасыз етілуінің төмендеуіне әкеледі. Бляшканың өсу процесі ұзақ, кейде ондаған жылдарға созылатын түсіну маңызды. Бляшка ағзаға қан ағымын баяулатады. Тамыр кеңістігі мүлдем тарылған кезде адамда миокард инфарктісі, инсульт, аяқ-қолдарда тамырдың зақымданулары болады. Мысалы, гангрена. Даму кезеңдеріне тоқталайық. Аурудың дамуының екі кезеңі бар: субклиникалық және симптоматикалық. Аурудың қауіптілігі бұл ұзақ уақыт бойы асимптоматикалық түрде жүреді. Адам симптомдардың пайда болуын зақымдану процесі айқын болған кезде ғана байқайды. Нәтижесінде белгілі бір органның қан айналымының төмендеуі байқалады. Белгілеріне келейік. Атеросклероздың белгілері. Симптомдар зардап шеккен аймақтағы тамырлардың атеросклерозына байланысты болады. Бірінші коронарлық, яғни жүректік, кеудедегі ауырсыну, ыңғайсыздық, жану сезімі, кеудедегі қысу, ентігу, жаттығу кезінде симптомдар күшейе түседі. Екінші мийлық, бет бұлшықеттердің жансыздануы немесе әлсіздік сезімі, кенеттен көру, сөйлеу, құлақтың шуылы, бас айналу, тепе-теңдіктің бұзылуы, қатты бас ауруы, зейін мен жұмысқа деген қабілеттің төмендеуі жатады. Үшінші бүйрек. Артериялық гипертензияның белгілері қан қысымының жоғарылауы, бас ауруы, тепе-теңдіктің бұзылуы. Төртінші аяқ-қолдарда ауырсыну, өткір әлсіздік, аяқтың салқындауы, жүру кезінде аяқтың бұлшықеттерінде жану сезімі, қолдарыңызда немесе аяқтарыңызда жыбырлау сезімі. Симптомдар тыныштықта болмайды және қозғалыс кезінде қайта басталады. Бесінші іш қуысы, іштің қатты ауруы, қан қысымының жоғарылауы, қанмен нәжіс, метеоризм, температураның жоғарылауы мүмкін. Асқынуларына келсек, бляшканың жарылуы немесе оның бір бөлігінің жыртылуы тамырдың бітелуіне және тиісті аймақтың қанмен қамтамасыз етілуінің бұзылуына келеді. Бұл миокард инфарктісі, инсульт, аяқтың гангренасы асқынуларын тудырады. Диагностикасына келсек, қандай дәрігерлерге бару керек? Ауруды ерте кезеңдерде уақытылы анықтау және емдеу үшін дәрігер-терапевтке бару ұсынылады. Дәрігер бар қауіп факторларын анықтайды, бар шағымдар мен ауру тарихын нақтылайды, пациентті тексереді,
Сонымен қатар тамырлардың атеросклеротикалық зақымдануын анықтауға бағытталған зерттеулер жоспарын жасайды. Алғашқылардың бірі болып биохимиялық қан анализі ұсынылады. Онда сіз эпидограммаға назар аударуыңыз керек. Бұл ұғым жалпы холестерин, триглицеридтер, сондай-ақ әртүрлі тығыздықтағы липопротеиндер деңгейін зерттеуді білдіреді. Алдын алу шаралары. Аурудың дамуын болдырмау үшін оны тудыратын қауіп факторларына әсер ету маңызды. Ең бастысы, тамырлардағы іркілістің алдын алу үшін тұрақты қозғалыс белсенділігін сақтау қажет. Тамақтануды бақылау, жаман әдеттерден арылу, темекі шегу, алкогольді ішу, су ішу режимін күшейту. Қатар жүретін ауруларды, семіздік, қант диабеті, тағы басқа ауруларды уақытылы диагностикалау және емдеу, стресс мөлшерін азайту және иммунитетті нығайту маңызды болып саналады. Құрметті достар, сіздерге видео пайда болған болса, арнаға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді сұраймыз. Дендеріңіз сау болсын.